Баршаңызға сәлем, менің құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздермен бүгін осындай асқабақтан керемет тосап жасауды көрсетемін. Алдымен асқабақтың сыртына қабығының барлығын ашып аламыз. Негізінде осы асқабақты алған дұрысырақ. Себебі бұл асқабақ кішкене еттілеу келеді, яғни турайтын жері көп. Бұл жерде менде 3 килограмм асқабақ. 3 килограмм асқабаққа 1,5 келі қант қоссаңыздар да жетеді. Ал мен кішкене көбірек қосып жіберіппін, 2 килодай. Енді асқабағымыздың түбі жабысып қалмас үшін кішкене 250-300 граммдай су құйып аламыз. Қантымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін газға қойып, енді асқабақтың қайнағанын күтеміз. Асқабақ вареньесі осылай қайнап бастады. Тез-ақ піседі. Міне қараңыздар, мөлдіреп, түрі әдемі болып келе жатыр. Бұл әлі толық піскен жоқ. Негізінде асқабақтың тағы да сырты қалың, қоңыр түрлері болады, домалақ. Солда осы вареньеға өте керемет болып шығады. Қараңыздар, түсінің өзі қандай керемет мөлдіреген мөлдір болып пісті. Көп қайнатудың қажеті жоқ. 20-30 минутта қайнап піседі. Мен енді жартысын осылай туралған күйінде жаптым. Ал жартысын пюре, яғни езбе етіп, осылай блендермен езіп алып, езбе түрінде жауып шықтым. Бұл маған торттың ортасына кремге, кейде начинка деген сияқты жаңағы қажетті кездерде қолданамын. Булочканың арасына салып пісірсем де болады, пирог пісірген кездерде де керек болады. Асқабақтың біздің іш құрылысымызға пайдасы өте керемет. Сол себептен асқабақ дәнегінде пайдаланыңыздар. Ол әсіресе ішек құрттарды өлтіреді. Міне пюре түріндегі асқабақ осылай болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.